Кейбір адамдар үшін өлім Раббысына қауышу болса, кейбір адамдар үшін өкініштің бастауы. Раббысына қауышу жайлы айтатын болсақ, адамдар өлімге қатысты үш түрлі көзқараста. Кейбір адамдар өлгеннен кейінгі өмірге, ақыретке иман келтірмейді. Олар үшін өлім бейне бір жоқ болу. Әрине, оларға өлім өте ауыр, өте қорқынышты. Екінші топ адамдарға олар ақыретке иман келтіреді, бірақ өте көп күнә жасағандықтан, күнәға белшесіне батқандықтан, Раббысына қауышуға оларда бет жоқ. Олар күнәға белшесінен батқандықтан, олар үшін де өлім ауыр, өлім қорқынышты жағдай. Ал үшінші топ, олар Алланың сүйікті құлдары, әулие құлдары. Олар үшін өлім бір жерден екінші бір негізгі мекенге ауысу, көшу ғана. Олар үшін өлім қорқынышты емес. Өйткені олар барлығынан артық жақсы көретін сүйіктісіне қауышу деп біледі. Яғни Аллаға қауышу. Ал қалайша өлім өкініштің бастауы болады? Өйткені Құран кәрімде Алла тағала кейбір адамдардың қатты өкінетіндігін баяндайды. Мысалға, «Я лайтани иттахазту мa'ар расули сабила», әттең мен Алла елшінің жолын ұстағанымда ғой деп адамдар өкінеді. Тура жолдаш болғанымда ғой деп өкінетін адамдар айтады. Сол секілді, «Я лайтани қаддамту ли хаяти», әттең негізгі ақыретке мен жақсы істерімді арнағанымда ғой деп өкінетін болады. «Рабби ржи'уни лa'алли а'малу салиха», я Раббым мені бір сәтке қайтаршы, мен ізгі амал жасап келейін деп те өкінетіндер бар. Кейбіреулер Раббым бір сәтке қайтаршы, мен мына өмірге барып садақа беріп қайтайыншы дейтін адамдар болады. Яғни ақыретте өкініштер көп. Сол үшін қадірлі ағайын, Раббысына қуана-қуана қауышатын, өмірді өкінішсіз өткізетін Алланың сүйікті құлдарынан болайық.